Атағың аспандап, айға жетіп тұрса да, қанша жерден бай, мықты, сұлу болсаң да, Алланың алдында дәрменсіз құл екеніңді ұмытпа. Қуаныш пен тыныштықты ұрлайтын 3 тұзақ бар. Өткенге өкіну, болашақты уайымдау және бүгінге шүкіршілік етпеу. Қанша данагөйлердің сөздерін оқыдың, миыңа тоқыдың, одан не пайда? Егер оны іс жүзінде пайдаланбасаң. Адам мінезінде 3 алтын қасиет бар: төзімділік, қанағатшылдық, үнсіздік сақтай алу. Өмірде кейде бұл қасиеттер ақылдылық, талант, сұлулыққа қарағанда көп көмектеседі. Бір есік жабылса, басқа бір есік ашылады. Бірақ біз көбінесе жабық есікке ұзақ қарап тұратынымыз үшін қай есік ашылатынын байқай алмай қаламыз. Сізді 2 нәрсе анықтайды: ештеңеңіз жоқ кезде танытқан сабырлылық және бәрі бар кездегі көз қарасыңыз. Өмірде бақытты болуыңыз ойыңыздың сапасына байланысты. Адам бұл дүниедегі қонақ, оның өмірі өткінші, сондықтан ол артына жақсы ісі мен жақсы сөзін қалдыруы керек. Бақытты іздеп табамын деп байбалам салмай-ақ қойыңыз, өйткені бақыт деген сіз, тек оған жету үшін барлық қырыңызды танытуыңыз керек. Жүрген жеріңізде шама-шарқыңызша игі іс жасап жүріңіз, себебі бұл істеріңіз жиналған кезде әлемді мейірімге бөлейді. Өмір шыңға шыққанмен бірдей, асықпай шығасың, зымырап түсесің. Барлығы да өтеді, бұл әлемдегі ең шынайы ақиқат. Адам дүние есігін анадан туған кезде ғана бір-ақ рет ашпайды. Өмір адамды қайта-қайта жаңадан тууға мәжбүрлейді. Күллі адам баласын қор қылатын 3 нәрсе бар: әуелі надандық, екінші еріншектік, үшінші залымдық. Оқу білімсіз өнерде жоқ, ақын болу үшін де, болмаса басқа түрлі өнерпаз болу үшін де ең алдымен білім керек. Өмірден сыйлықтарды күткенше өміріңізді өзіңіз жасайтын уақыт келді. Сен сабыр еткен сайын Алла сені жақсы көреді. Дүние тану, білімге талпыну әрбір адамның есейген дәуірінен аңсап қараған түбегейлі ісінің бірі болып келеді. Егер бұл талпыну болмаса, әрбір адам білімге, еңбекке үңіле қарамаса, тек аңша қарын тойдырып, ұйқымен уақыт өткізсе, ешбір ілгері басу, өрлеу де болмас еді. Егер бақытты өмір сүргіңіз келсе, адамдар мен нәрселерге емес, мақсатқа тәуелді болыңыз. Адамның санасы қаншалықты төмен болса, ол мұрнын соншалықты аспанға шүйіреді. Адамдардың ең нашары, біреуге басқаша, енді біреуіне де басқаша көрінетін 200-ді адам. Пайда жоқ бұл заманда толы достан, жақсы ғой жұртпен сирек жолығысқан. Біреуге серігім деп сене қалсаң, алдымен саған соның өзі дұшпан. Қадіріңізді білмейтін адамдар үшін босқа арпалыспаңыз. Оларды лайық адамдарына қалдырыңыз және артыңызға қарамаңыз. Әдемі сөйлеген адамға сенбе, оның сөзінде әрқашан ойын бар. Үнсіз әдемі істер жасайтын адамға сеніңіз. Зымырап өтер бұл уақыт, таң атса, лезде күн батып, уақытпен бір ілесу, білсеңіз ол да бір уақыт. 12 мүшең сау болса, Тәңірдің сыйы ол да бір. Шүкір деп өмір сүрейік, басқаның бәрі қолда тұр. Ешкім басқа біреуге мін тағатындай мінсіз емес, бірақ кейбірлері мұны өздеріне дұрыс санайтындай арсыз келеді. Ақмақ адам
ешқашан өз ойын өзгертпейтін адам. Сенің ең үлкен қарсыласың кешегі күнгі сен. Біреуді бақытсыз қыла тұрып, өзіңді бақытты қыла алмайсың. Құрметті көрермен, арнаны қолдай отырыңыз. Лайк басып, коммент қалдырып, достармен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қарағаныңызға көп рахмет.